Бәріне сәлем, менің атым Керей. Менен көп адамдар сұрайды, Керей, сен қалай осындай красавчик болдың, қалай осындай качоксың, мықтысың деп, қалай сен сияқты болсам болады деп көп адам сұрақ қояды. Оған бірінші жауабым көп еңбек ету керек мен сияқты болу үшін. Күні түні еңбек ету керек, сабақ оқу керек, кітап оқу керек, білім алу керек, өз-өзіне сену керек, өз-өзіне қарау керек, күту керек, мақсат қойып соған жету керек. Сонда сол адам мен сияқты бола алады. Мен неге красавчикпін? Себебі мен красавчикпін, айтқан затымды енді белгілі бір мақсат қойсам соған қарай әрекет етем, бір орында қалып қалмаймын. Басқа адамдар өзің салыстыруға болмайды дейді. Сондықтан мен өзімді тек өзіммен салыстырамын. Мен бүгінгі мен кешегі өзіме қарағанда красавчикпін мен. 2 есе красавчикпін, 3 есе красавчикпін. Және ол тек бір күнге емес, осылай геометриялық прогрессияда өсіп келе жатырмын. Мен бір ай бұрын білмеген заттарды қазір білем, бір ай бұрын істей алмаған заттарды қазір істей аламын. Ал енді бір жылда қазір елестете алмайтын заттарды істеуім керек. Бір жылда өзім ақша табуым керек, жақсы жұмысқа орналасуым керек. Күшті, мықты, мен сияқты болыңдар.